Саламатсыздар ма балалар? 79-80 сабақ орыс тілінен. Галышкин, яғни Василий Галышкин, вратарь. Сендерде бұл жерде бірінші тапсырмада Василий Семенович Галышкин өздерінің қандай әңгімелер жазды деп сұрап жатыр. Яғни бізде кім туралы айтылғандығын айтыңдар деп жатыр. Сабақтың тақырыбын білу үшін стадион, футбол, футболист, ворота, вратарь. Енді бұл біздің сабағымыздың тақырыбы. Енді подлежащий бізде қазақ тілінде бастауыш, сказуемое бізде ол қазақ тілінде баяндауыш. Бұлардың барлығы главный член предложения. Яғни сөйлемнің тұрлаулы мүшелері. Негізі бізде қандай сөйлем мүшелері бар? Подлежащее, сказуемое, определение, обстоятельства, содан кейін барып дополнение бар. Осының бүгін бізде өтетініміз подлежащее, яғни бастауыш, баяндауыш, және сказуемый баяндауыш. Енді сендерге 480 тапсырмада оқып, мына сөздердің қайсысы сөйлем болады, қайсысы болмайды деп жатыр. Яғни 480 тапсырмада бізде бірінші сөйлем бола алатындар, бізде бірінші және үшінші сөйлем, ал 2 мен 4-ші сөйлем бізде болмайды екен. Ал 481 тапсырмада сендерге мына тапсырмада осылай сендерге жауап беруге болады. Ал енді 482 тапсырмада сендерге айтып жатыр, яғни вычеркивая грамматическую основу, яғни сөйлемнің мағынасына қарай оларды қалай сендер табу бөлуіміз керек. Яғни бізде айырмашылығы неде деп жатыр. Яғни біз мына сөйлемдердің ішінен қайсысы бізде подлежащий, яғни бастауыш, қайсысы бізде сказуемый екенін табуымыз керек. Мысалы үшін Александр Сергеевич Пушкин с детства любил физические упражнения. Яғни Александр Сергеевич Пушкин бала кезінен дене шынықтыру жаттығуларын жақсы көрді дейді. Яғни бізде бұл жерде Пушкин дегеніміз бізде не болады екен? Подлежащий, яғни бастауыш, отвечает на какой вопрос? Кто, что деген сұраққа жауап береді. Ал любил бізде сказуемое, яғни баяндауыш, отвечает на какой вопрос? Что делал? Любил десек болады. Ал екінші сөйлемде утром поэт отблевался водой, яғни таңғы уақытта ол сумен жуынғанды жақсы көретін еді дейді. Кім деген сұраққа поэт, яғни подлежащий. Бізде бұл жерде существительный, яғни зат есімнің рөлін атқарады. Кто, что деген сұраққа жауап береді. Ал мына жерде сказуемый обливался. Ал одан кейін барып үшінші сөйлем. Горький очень любил греблю дейді. Плавание дейді. Яғни Горький өте жақсы шомылғанды жақсы көретін еді деп жатыр. Кім? Яғни дейді. Кім? Кешіресіңдер, в деревне он купался. Яғни бұл жерде бізде бастауышты табу керек. Кто он? Подлежащий бізде. Купался деген сөз бізде сказуемое, баяндауыш болып тұр бұл жерде. Ал 4-ші сөйлемде мына жерде қарап тұрсаңдар, мына Горький очень любил дейді. Осы жерде кто Горький, что делал, любил деген сөздер бізде бастауыш пен баяндауыш болады. Яғни подлежащий, сказуемое болады. Ал 5-ші сөйлемде бізде зимой писатель катался на коньках дейді. Яғни қыс айында ол конькиде сырғанады деп жатыр. Кто? Яғни писатель, подлежащий катался бізде баяндауыш болады екен. 483 тапсырма дейді. Бұл жерде дейді глаголдарды өзінің етістіктерді өзінің формасына дұрыс қолданыңдар дейді. Яғни сөйлемнің ішінде бізде подлежащий мен сказуемый, яғни бастауыш пен баяндауышты табыңдар дейді. Және оларды қалай тұрлаулы сөйлем мүшесі ретінде сызып шығыңдар дейді. Яғни бірінші тапсырмада скоро наступит весна дейді. Жақында көктем келеді. Яғни что весна?
Весна что делает? Наступит, иә? Ал екінші сөйлемде солнце светит ярко, яғни что солнце? Солнце что делает? Светит. Бұл жерде бізде солнце бізде подлежащий, светит бізде сказуемое болып тұр. Ал енді келесі уже с юга птицы дейді. Яғни бізде басқа жақтан уже құстар ұшып келе жатыр дейді. Яғни уже возвращается с юга птицы. Кто птицы? Что делают? Яғни возвращаются. Бізде птицы подлежащий болып тұр, ал возвращаются бізде сказуемое болып тұр, иә? Часто идти дожди, яғни часто идут дожди. Яғни бізде что дожди, что делают? Идут. Бұл бізде дожди, бізде подлежащий болып тұр, идут бізде сказуемое болып тұр. Ал 484-ші тапсырмада сөйлемдердегі сөйлемдерде бізде де бұл жерде бастауыш пен баяндаушты дұрыс табыңдар деп жатыр. Және әр сөйлемде не туралы айтылғанын айтыңдар деп жатыр. 484-ші тапсырмада кім деген сұраққа жауап беретін. Бірінші сөйлемде бізде кім? Василий Семенович Калышкин. Кто? Яғни бұл бізде подлежащий. Яғни бізде родился сказуемый, баяндауыш болып тұр. Ал екінші сөйлемде он, кто? Он, яғни бізде подлежащий, окончил, бізде сказуемый, баяндауыш болып тұр. Үшінші сөйлемде подлежащий, яғни писатель, сказуемый, баяндауыш бізде участвовал болып тұр. Төртінші сөйлемде Калышкин бізде подлежащий, ал сказуемая осы сөз болып тұр. Ал 485-ші тапсырмада әңгімені Калышкиннің вратарь деген әңгімесін тыңдаңдар деп жатыр. Бұл жерде кім туралы айтылады? Яғни қазір біз сендер енді қазақша класс болғандықтан бұл жерде мәтінді оқып, қазақшасын түсініп алу керекпіз. Вовка деген бала өзінің қатарында өте бойы кішкентай еді дейді. Сондықтан да оны дейді, не деп атады дейді, Вовка маленький, яғни кіші Вовка деп атады дейді. Басқа Вовкаға қарағанда, басқа бойы ұзын Вовкаларға қарағанда оның бойы кіші болды дейді. Бірақ кіші Вовка ол өзінің тек қана бойы бойынша ғана кіші еді дейді, бірақ басқа жерде ол өте жақсы еді дейді. Ол көлде өте жақсы шомылатын дейді, дельфин сияқты, ал талда жақсы өрмелейтін дейді, маймыл секілді. Ал жіптердің арасынан өте тез жылдам өтетін дейді, қыздардан да тез дейді. Но күндердің бір күні дейді, кіші Вовка дейді, көлді де ұмытып кетті, талдарды да дейді, жіптерді де ұмытып кетті дейді. Ол стадионда балдардың қалай футбол ойнап жатқанын көрді дейді. Олардың формаларын көрді дейді, футболистердің. И жаңағы кіші Вовка ол өте ұнады дейді. Олардың қызыл және көк түсті майкаларын ұнапты, және соғыслар ұнады дейді. И ол да футболист болғысы келді дейді. С тех пор дейді, Вовка маленький почти не бывал в отряде. Бірақ ол бұл отрядта болған жоқ дейді. Отрядға балалар жиналып жатқан. Олар экскурсияға, походқа барғысы келді дейді, стадионға. Бірақ ал мына жерде сендерге работа в группах деген тапсырмада балдар сендерге бірінші группаның тапсырмасында бірінші абзацта не туралы айтылып жатыр дейді. Бірінші абзацта Вовкада барлық қатардағы өзінің қатарластарына қарағанда бойы кішкентай болды деп сол туралы айтылып жатыр. Ал екінші тапсырмада о чем говорится в последнем предложении во второй части дейді. Ал екінші бөлімінде ол жерде Вовканың өте балдардан өте бойы кішкентай болғандығын деп жатыр. Осыны жазсаңдар болады. Ал сендерге жоспар мына жерде құрылды. План текста, яғни мәтіннің ретімен құрылған жоспары
Вовка қандай болды, Вовка стадионда нені көрді, Вовка кім болғысы келді, Вовка бақытты болды ма дейді, және оны қалай атады деп жатыр. Осылай сұраққа жауап берсеңдер болады. Ал енді 486 тапсырмада мына жердегі сөздерді қолданып жалғастырып сендер не істеу керексіңдер? Сөйлем құрау керексіңдер, иә? Яғни ол қандай бала болды деп мына жерде айтып жатыр. Осыны жазып алуға болады. Ал 487 тапсырмада литературный диктант, яғни сендерге ол әңгімеде не туралы айтылғандығы туралы, сосын ал және ол жерде сөздерді тұр. Ал үшінші тапсырмада кілт сөздерді табыңдар деп жатыр. Вовка маленький футбол, яғни бізде кілт сөздер Вовка кіші, футбол, счастье, обед деген сияқты осылар. Ал төртінші тапсырмаға будущий вратарь. Ал бесінші тапсырмаға если человек мечтает, то его ничего не остановит. Яғни адам бірдеңені армандаса, оны ешнәрсе тоқтата алмайды екен мақсатына жеткенге дейін дейді. Ал енді ең соңғы тапсырма укажите верные или неверные ответы дейді. Яғни дұрыс бұрыстығын көрсетіңдер дейді. Бастауыш пен баяндауыш негізгі сөйлем мүшелері дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс, әрине верно. Ал негізгі сөйлем мүшелері бір-бірімен грамматикалық жағынан, негізгі мағынасы жағынан бір-бірімен байланысады. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс, әрине. Ал подлежащий отвечает на вопрос кто, что, яғни баяндауыш, бастауыш бізде кім, не деген сұраққа жауап береді екен. Дұрыс. Төртінші тапсырмада подлежащий по-казахски баяндауыш дейді. Подлежащий деген ол бізде баяндауыш емес, бастауыш, сол үшін де дұрыс емес. Сказуемый отвечает на вопросы, что делает, что сделал, что будет делать. Яғни ол дұрыс. Ал 488 тапсырмада сендерге синквен құрыңдар деп жатыр. Синквенті қалай құрамыз? Бірінші бізде зат есім болады, одан кейін сын есім, одан кейін глагол, одан кейін бір сөйлем сол бойынша, және оған бірінші сөйлемге байланысты соған синоним сөз, яғни кім, что, футбол, яғни какой интерес неизвестный, что делает, играет, смотрит, увлекается. И бұл жерде бір сөйлем, он с детства увлекался футболом. Яғни бесінші сөйлемде тапсырмада, яғни мяч. Бірінші сөйлемде бір сөйлем болады, екінші сөйлемде екі, үшінші сөйлемде үшінші тапсырмада үш сөйлем, яғни етістік. Ал төртіншісінде бір сөйлем, одан кейін соған синоним сөз. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңдер балалар.